This is the old collection. We have some rest. Зәйтүн Еуропа елдерінің бренді. Біз Италиядағы Умбрия өлкесіндегі зәйтүн алқаптарында жүрміз. Марфуга жотасында жайқалып өскен ағаштардың жемістерінен зәйтүн майының сан алуан түрлері мен косметикалық өнімдер жасалады. Әлемге түкпір-түкпірге таралатын осындай ұлттық өнімді қорғауда және дамытуда қандай мәселелер маңызды екенін жергілікті бренд иелерінен біліп көрейік. Жергілікті өнімді дамыту. Умбрия, Италия. Италия аумағында өндірілетін зәйтүн майларының ішінде Умбрия, доп категориясын алған алғашқы аймақ. Арнайы GI таңбалау зәйтүн май өндірілетін географиялық аймақтың қорғалғандығын білдіреді. Сондай-ақ бұл жердің өніміне қатаң талаптар қойылады. Ерекше климаттық жағдайда өскен зәйтүн сорттарынан қалыптасқан дәстүрмен жасалған умбриялы өнімді басқа өндірушілер қайталай алмайды. Майы аса сапалы, күллі әлемге танымал Умбриядағы компанияның бірі Marfuga Azienda брендіне тиесілі. Біздің компанияның тарихы терең. Сонау 1817 жылы Умбрияның Кампелло деген жерінде құрылған. Бұл атадан балаға мұраға қалып келе жатқан отбасылық бизнес. Зәйтүн жемістерінің алғашқы сығындысынан алынған май өндірумен айналысамыз. 35 гектар жеріміз бар. Мұнда 13 мың түрлі зәйтүн ағаштары өседі. Жылына 45-50 мың литр май өндіреміз. Өнімдеріміз сан алуан, классикалық, сүзілмеген, органикалық майлар бар. Бәрі толық сертификатталған. Умбрияның тағы бір мақтанышы Раметти брендімен танымал керамикалық бұйымдар. Бұл компания 1927 жылы құрылған. 10 жыл бұрын кәсіпорынды Массимо Манини сатып алған. Айтпақшы, ол да зәйтүн майын өсіруші династиядан шыққан. Мұнау менің отбасымның альбомы. Атамның, әкемнің жас кезі. Олар зәйтүн майы өндірісінің патшалары болған. Біздің отбасымыз шығарған май әлемнің кез келген нүктесінде сатылады. Ал менің қазіргі бизнесіме келетін болсақ, сатып алғанымда ол дағдарыста еді. Өйткені Қытайдан, басқа елдерден келетін өнімдер көпте, содан біраз компаниялар жабылып қалды. Яғни бәсекеге төзбеді. Ал мен өндірісті жаңғырттым. Танымал суретшілер, дизайнерлермен бірлесіп, өнімдерге өзгеше, жаңаша өң бердік. Компанияның стратегиясын қайта қарадық. Парижден, Нью-Йорктен дизайнерлер алдырдық. Өнім келбетін өзгертіп, дәстүрлілік пен заманауилықты үйлестірдік. Бұл тәжірибеміз сәтті жүзеге асты. Италияда отбасылық бизнес жақсы дамыған. Мәселен, атақты Лорена Антониацидің де ата-бабасы жіп иірумен айналысқан. Лоренада ата жолынан алыс кетпей дизайнердің оқуын оқыған. Алғашқы қадамын кашемирден киім тігуден бастаған. Қазір оның қолынан шыққан сәнді киімдер күллі әлем армандайтын брендке айналған. 25 жылдық тарих бар компаниясында өзі, күйеуі, 2 ұлы да қызмет етеді. 25 жыл бұрын бәрін өз қаражатымызға жасадық. Ол кезде банктен, үкіметтен қолдау деген болмаған. Өзім дизайнер, күйеуім коммерция директоры болды. Тапқан табысымызды құрал жабдық алуға, брендті дамытуға жұмсадық. Ең алғашқы тапсырысты 1990 жылы Германияның Дюссельдорф қаласынан алып келдік. Бұл бізге өте жақсы көмек болды. Өйткені немістер ақысын уақытылы төлеп отырды. Соның арқасында біз де қиналмадық. Осылайша бизнесімізді дөңгелетіп әкеттік. Ал зәйтүн майын өндіретін Marfuga компаниясы 50-60 жылдары ауыл шаруашылығы дағдарысымен бетпе-бет келген. Сол жылдардағы дағдарыс өте ауыр болды. Көп адам Римге, басқа өңірлерге, тіпті шетелге көшіп кетті. Ал біз ешқайда қоныс аудармай, жерімізді, мүлкімізді сақтап қалуға тырыстық. Қаржыдан қысылдық.
банкте жұмыс істедік. Кейін қаражат жинап, жер алқаптарын сатып ала бастадық. Сосын компания басшысы Франческо Градасси өндірісті жетілдіріп, бренд тарихында жаңа дәуірге жол ашты. Техниканы жаңартты, майларды бөтелкеге құйып сатуды қолға алды. Міне, қос компанияда тығырыққа кіретін дағдарыстан осылайша сүрінбей шыққан. Еуропада 47%-тен астам жер ауыл шаруашылығында пайдаланылады. Сондықтан маңызды мәнге ие. Жоғары сапалы май өндірісін жалғастыру үшін көмек көрсетіледі. Бізге көмек мемлекеттен гөрі көбінесе Еуропадағы ұйымдардан келеді. Мысалы, техниканы, өндірісті жетілдіруге, инновациялар енгізуге көмектесетін қорлар, жаңа компанияларға, жас кәсіпкерлерге қолдау көрсететін қорлар бар. Еуропалық одақтың өнімдер сапасы бойынша саясаты географиялық шығу тегіне, сондай-ақ дәстүрлі ноу-хауға байланысты бірегей сипаттамаларын жетілдіру үшін нақты өнімдердің атауларын қорғауға бағытталған. Егер олар жасалатын жерге нақты сілтеме болса, тауар атауларына географиялық белгі GI берілуі мүмкін. Бұл белгі тұтынушыларға сапалы өнімдерге сенім артуға және оларды ажыратуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар өндірушілерге өз өнімдерін жақсы сатуға көмектеседі. Италияда саяси жағдай аса күрделі. Мемлекеттен көмек сұрамаған дұрыс. Әрине, көмек көрсетілгенін қалар едім, бірақ көрсетілмейді. Әйтпесе, Рометти, Умбрия өңірінің мақтанышы ғой. Оны бәрі біледі. Өнім сапалы болса, ешқашан оның нарықтағы құны да өзі де жоғалмайды. Рас, бізде салық тым жоғары, шамамен 40-50%. Менің өнімдерімнің бағасы салыққа ғана қатысты емес. Менің әр топтамам асқан шеберлікпен жоғары сапада жасалады. Сол үшін бағасы да соған сай қымбат. Оның үстіне мен өз стиліме берікпін. Жалпы халыққа қолжетімді өнім шығаруды жоспарлап жүрмін деп айта алмаймын. Тұтынушы менің брендіме лайық адам болуы керек. Лоренна Антониаци сондай-ақ өнімдерінің 100% Италияда жасалғанына аса ден қояды. Бәрін 100% Италияда өндіру өте маңызды мен үшін. Киімнің қайдан шыққанын анықтауға болатын жүйе құрдық. Сатып алушы киімнің қайда тігілгенін, тоқылғанын оп-оңай анықтай алады. 100% Италияда өндірілгеніне сенімді болады. Сол арқылы нарықтағы өзгерістерді мұқият бақылап, тұтынушыларға не керек екенін біліп отырасың. Әрі жоғары сапаны ұстап тұрасың. Шеберлігіңді, біліктілігіңді де жан-жақты қорғай аласың. Марфуга зәйтүн майларының ерекшелігі, компания тек қана зәйтүн жемістерінің алғашқы сығындысынан алынған май шығарады. Жоғары сапаны қамтамасыз ету үшін бүкіл өндіріс сатыларын қатаң қадағалаймыз. Ең алдымен көлік жете алмайтын таулы аймақта өсетін зәйтүнді бүтін болу үшін қолмен тереміз. Жұмыстың қызатын кезі қазан-желтоқсан айлары. 35-40 жұмысшы жалдаймыз. Көп ұзатпай зәйтүнді сұраптап, 27 градус суықта 12-24 сағат бойы механикалық тәсілмен еземіз. Сонда иісі, дәмі керемет болады. Дизайнер Лореннаның басты қағидасы тоқыма матаның бірегейлігін, кез келген матамен үйлесімділігін насихаттау. Оның компаниясы тоқыма станоктар жоқ кездің өзінде тігіссіз трикотаж өндірген. Атаға әлемге әйгілі болғанына қарамастан, Лоренна қазірде өндірістің барлық кезеңін өзі жіті қадағалайды. Ол қолданатын иірілген жіптерді өздері жасайды, яки Италияның ең үздік өндірушілерден сатып алады. Одан заманауи жеңіл трикотаж, кашемир, жібек немесе басқа да табиғи экологиялық таза жіптер араласқан өнімдер шығарады. Ол осындай жұмсақ, әдемі мата арқылы әйелдердің нәзіктігін, сезімталдығын паш етуді мақсат тұтады. Менің киімдерімді көп саяхаттайтын, бизнестегі іскер әйелдер таңдайды. Өзімде жолда көп жүретін жанмын. Кейде бір күнде Парижге келіп, клиенттермен кездесіп, сол күні Италияға оралуға энергиям жетеді. Сондықтан киім ыңғайлы, сәнді, кез келген уақытта, кез келген шараға киюге лайықты, жарамды болу керек. Менің басты ерекшелігім барлық топтамамнан спорттық леп сезіледі. Бәлкім ол менің жас кезімде жүгірумен айналысқандығымнан болар. Барлық киімге біздің арнайы белгіміз жұлдыз пішінді түйме тігеміз. Рометти керамикалық өнімдері де біріншіден сапалы, екіншіден заттардың өзі де, олардың дизайны, бояуы да шебердің қолынан жасалады. Бұл кісі цехта 40 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қазірде бір шедеврді жасап жатыр. Біздің барлық өнімдер өзеннен әкелінген балшықтан жасалады. Мәселен, 20 ғасырлық тарих бар Тибр өзенінен техниканың көмегімен қазып аламыз. Сосын балшық
1-2 ай бойы тұрады. Португалияның балшығында пайдаланамыз. Ол қызыл түсті болады. Ал Италия балшығында шөгінділер көп. Түсі жасылдау келеді. Керамика туралы кез келген кітаптан біздің Рометти туралы ақпарат табасыз. Өнімдерімізде 20-30 жылдардағы art-деко, геометриялық пішіндердің ықпалы басым. Оның себебі art-деко Италияға өндіріс гүлденген заманда келді. Бұйымдардың өте әдемі, тым ала-жабақ емес. Ақ пен қара үйлесімділігін сақтаған. Көбінесе классикалық үлгіде болғанын қалай. Және сондай өнім жасаймыз. Бұрын біздің бұйымдардың көбі ас үйге арналған болатын. Қазір заманға бейімделіп, тек ірі декоративті бұйымдар жасаймыз. Мысалы, мен әрбір үйде мынадай үлкен ваза болуы керек деп ойлаймын. Лорена Антониацци да әрдайым бренді заман ағысына бейімдеп өзгертіп отырамыз дейді. Сол үшін компанияға жастарды жұмысқа жиі шақырады. Ол үшін жастардың қиялы, жаңаша ойлары өте маңызды. Өзі барлық заттан, тіпті кешкі асқа арналған дастарханнан да әсемдік іздейді. Мақсаты әдемілікті зерттеу екенін айтады. Мына ғажап аяқ киім күтпеген танымалдылыққа ие болды. Көрдіңіз бе? Сваровски кристалдарымен безендірілген. Ал мынау аса жоғары сападағы спорттық киімдер жиынтығы. Фитнеспен айналысуға өте ыңғайлы. Ал мына топтама мен үшін ерекше. Дубайда шөл дала, көк аспаннан шабыт алып тіккен киімдер ғой. Еуропалық одақ елдерінде арнайы таңбасы бар тауарлар одаққа кірмейтін елдерде контрафакт және теріс пайдаланудан заңды түрде қорғалған. Барлық сапалық белгілер үшін Еуро одақ елдерінің құзыретті ұлттық органдары өздерінің аумағында тіркелген атауларды қорғау үшін қажетті шараларды қолданады. Олар сондай-ақ осындай атауды пайдаланатын өнімдерді заңсыз өндіруді немесе сатуды болдырмау және тоқтату қажет. Біз 3 түрлі зәйтүн өсіреміз. Заң бойынша сол зәйтүннің белгілі бір бөлігін ғана май өндірісіне пайдалана аламыз. Мына ақ қара бөтелкедегі майдың бәрі негізі бірдей өндіріс тәсілімен шығарылады. Айырмашылық маркаларында, қоспа түрлерінде және зәйтүнді жинау мезгілінде. Негізінен қазан-желтоқсан аралығында жинаймыз. Сол уақытта зәйтүн әбден піседі. Нәтижесінде май жұмсақ, тәтті болады. Мысалы, қазанда 100%-тік морай оло зәйтүнінен алынатын май шығарылады. Оның дәмі ащы, қышқыл. Нанға жағуға, ет қуыруға, көкөніс сорпасына, пастаға, қайнатылған картопқа қосуға болады. Сонда бұл компанияның негізгі жұмыс орны ма? Иә, бұл Рометтидің жүрегі. Іші өте ыстық екен. Әрине, мен сияқты. Нағыз италиялық темперамент. Түс, пішінді осы жерден көруге болады. Мұнда бәрін қолмен жасаймыз, қолмен бояймыз. Ал мына 2 студент Лиссабон мен Римнен келген. Рометти сыйлығын жеңіп алған. Енді осында 2 апта бойы балшықтан бұйымдар жасайды. Сосын жобаларын жүзеге асырады. Ал анау француздық Бенджамин Пуллан есімді шебер жасаған үлкен тотем үлгісі. Оны далаға қоюға болмайды. Түсі далаға шыдамайды. Ал ана жерде тұрған ұлы француз шебері Жан Коктоның art-деко үлгісінде жасаған бұйымдары. Ал мынау Рометти арт директоры Жан Кристоф жасаған бұйымдары. Күзде Парижде болатын көрмеге дайындалып жатырмыз. Барлық бояулар күйдірілмей тұрғанда солғын көрінеді. Күйдірілген соң жылтырайды. Рометти шеберханасында Италиядағы ең үлкен пеш бар. Ұзындығы 5 метр. Өнімдерді 1000 градуста күйдіреді. Күйдіргенге дейін өзеннен алынған балшық жасыл түсті болады. Күйдірген соң әдемі қоңырқай түске өзгереді. Сондықтан да шеберлер күйдірілген бұйымдарды печенье деп атайды. Массимо бұйымдарды күйдіру үдерісі сиқырлы ерекше жұмыс екенін айтады. Мынау Шанталь Тома үшін жасалған бұйымдар. Өте қызық. Себебі трансформер ваза. Мысалы, осындай дәстүрлі күйінде ішіне гүл сала аласыз. 1 апта өткен соң, ваза үстіне қыштан жасалған қалпақ кигізіп, бұйым өзгеше көрінеді. Бір бұйымды дизайнынан бастап, дайындап бітіру үшін 3 ай кетеді. Сондықтан да өнімді аз көлемде жасаймыз. Негізі керамика өте нәзік, морт сынғыш.
Егер өнімнен өндіріс барысында ақау шықса, оны бұзбаймыз. Арзанырақ бағаға сатамыз. Арзанға сатып алушылар көп. Сөйтіп сынған заттарға да екінші өмір сыйлаймыз. Мынау 60-шы жылдары шығарылған ыдыстар ғой. Қазір ыдыс жасамаймыз. Өйткені Қытай мен ыдыс өндірісінде бәсекелес болу мүмкін емес. Раметти компаниясында керамикадан вазаның сан алуан түрі, көбелек пішіндес галстук, күмбез сияқты үйшіктер, түрлі мүсіндер, балауыз шам салуға арналған ыдыстар, иіс су құятын құтылар жасалады. Өнімдердің іші сырты бірдей күйдіріледі. Қорғаныс қабатының төзімділігін арттыру үшін кристалл әйнектермен әрленеді. Әлемнің барлық бұрышынан әкелінген бояулармен боялады. Ал Умбрия бренді Марфуга тағамдық майлардан бөлек косметикалық заттарды жасайды. Бізде аса таңдаулы 6 түрлі косметикалық өнім бар. Олар денеге арналған май, сабын, бетке, қолға арналған кремдер, жуынуға қажетті заттар. Құрамына тек табиғи заттар қосылған. Оған мұқият мән береміз. Косметика үшін өте жұмсақ май керек. Жуынуға арналған көбік сабындарға апельсин, лаванда қосамыз. Иісі керемет, денеге жағымды және сергітеді. Марфуга компаниясы жылына 100 түрлі өнім, 45-50 мың литр май өндіреді. Соның 40% экспортқа жөнелтіледі. Өнімдері 24 елге таралады. Арасында Европа, ақш, Жапония, Қытай, Ресей, Біріккен Араб Әмірліктері, Гонконг бар. Орталық Азияға әзірге экспортқа өнім шығарып жатқан жоқпыз. Экспорттан бөлек, өз аймағымыздағы мейрамханалар да 4-5 литрлік қаңылтыр құтылармен сатып алады. Бөтелкемен алатындар да бар. Шағын компанияларға өз брендімізбен сатамыз. Олар оған спаржа, қызанақ, артишок немесе гүл қосып соустар жасайды. Сондықтан ол тұтынушыларымызға да майды асқан ыждахаттылықпен іріктеп береміз. Италияда коронавирус індеті өршіген тұста аталған компаниялардың барлығы ізеттілік танытып, жергілікті умбриялық ауруханаларға қолдау көрсету үшін арнайы қор ашты. Қызметкерлерін жұмыстан шеттеткен жоқ, қорғаныс шараларын барынша сақтады. Оған қоса Лорена Антониаци бренді тұтынушыларына арнайы қорғаныс маскаларын тігуді іске қосты. Осылайша жергілікті бренд өкілдері Умбрия өлкесінің аймақтық деңгейдегі қауіпсіздігіне атсалысуда. Компания аясын кеңейтіп жатыр. Яғни бастан аяқ киіндіретін өнім жасауды қолға алдық. Өнімдеріміздің 20% Италияға, қалғаны шетелге жөнелтіледі. Біз таяуда ғана Миланда дүкенімізді аштық. Нарықтың өз талаптары, ерекшеліктері бар. Жаңа топтама шығармас бұрын сол елді зерттейміз. Мысалы, бір апта Ресейде, бір апта Жапонияда боламыз дегендей. Стильдегі матадағы өзгерістерді міндетті түрде қадағалап отырамыз. Соған орайластырып, жаңа топтамаға кірісеміз. Қазақстанда біздің бренд өніміне сұраныс жоғары, демек ұнатқан. Басты шарт дұрыс серіктес табу. Әр елдің өз қажеттіліктері бар. Соларды зерттеуде серіктестің көмегі мен қолдауы қажет. Жақсы ұсыныстарға әрдайым ашықпыз. Ал Раметти компаниясының жеке клиенттері кіл әлемге танымал тұлғалар. Мысалы, атақты Кензо Такадаға 10 ваза жасаған. Раметтидің керамикалық бұйымдардың тұтынушылар арасында үздік дизайнерлер Брунелла Кучинелли, Роберто Капуччи мен Шанталь Тома, Елизавета Патшайым, Одри Хепберн сынды әйгілі жандар бар. Экспорт мәселесіне келетін болсақ, Раметти бұйымдарын кез келген елден табуға болады. Бірақ өнім көлемі аз, сондықтан бізбен жұмыс істегісі келетіндерге біраз күтуге тура келеді. Өйткені біз үшін ең алдымен сан емес, сапа маңызды. Өтініш айтқан компанияларды мұқият тексеріп аламыз. Сосын арасынан ұнағанын таңдап, олармен бірлесе жұмыс істейміз. Бұйымдарымызды Нью-Йорк, Дели, Лондондағы, сондай-ақ дамушы елдердегі шағын дүкендерден табуға болады. Әзірге жаппай халыққа арналған өнімдер жасау жоспарымызда жоқ. Бізге жеке клиенттермен жұмыс жасау ыңғайлы. Умбрияның мақтанышына айналған Раметти, Марфуга мен Лорена Антониаци компаниялар бүгінде туристер арнайы келетін орынға айналған. Тұтынушылар үшін бар жағдай жасалған. Мәселен, қос компанияның өнімін онлайн тапсырыс беріп, сатып алуға болады. Марфуга майларының орташа бағасы бір бөтелкесі 18 евро. Кондитерлік, гастрономиялық арнаулы дүкендер өз бағасын қояды. Ал Раметтидің керамикалық бұйымдары 1000-10 000 евро аралығында. Өйткені олардың саны аз, сапасы жоғары. Бұл брендтер әлі Қазақстанға келген жоқ.
бірақ компания иелері өз өнімдерінің Қазақстан нарығында жоғары бағаға ие болатынына, қазақстандықтардың қызығушылығын тудыра алатынына күмәнданбайды. Достар, біз бұл бағдарламада Еуроодақ өз аймағындағы тарихи мұраға, брендке айналған заттарға, оның ішінде тіпті азық-түлікке де асқан жауапкершілікпен қарайтынын көрсеттік. Еуропалық одақтың қырларын барынша ашып көрсетуге тырысып, біз айтқан ақпарат, көрсеткен кейіпкерлердің жетістіктері сізге пайдалы әрі қызықты болды деп ойлаймыз. Еуропалық одақтың әлі де ақтарылмаған сыры көп. Сондықтан алдағы уақытта Еуропаға қайта оралуымыз мүмкін. Сөйтсе, осында Римге келетін туристердің қалыптасқан дәстүрі бойынша қаладағы ең үлкен Де Треви фонтанына біз де бір тиын тастайық.